Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Сіздердің назарларыңызға Жастар көкпар лигасы аясында студенттік лиганы ұсынып отырмыз. Бұл елімізде тұңғыш рет қадам басқан көкпардың жаңаша заманауи үлгісі. Ұлт жанашырлары, ұлттық спорт жанашырлары еңбек етіп көптен күткен ұлы той десек те болады. Жастар көкпар лигасына тоқтала кетсек, бұл көкпардың заманауи талаптарына сай жаңғырған түрі. Ережелері нағыз спортқа тән. Тұлпардың да, көкпаршы палуанның да сыналатын аренасы. Бұл көкпарда еліміздің тәлім алып жатқан студенттер қатысады. Қазіргі таңда 5 бірдей оқу орын тіркеліп, студенттік лиганың құрамына енді. Сәл ережесіне тоқталсақ, тек студенттер қатысады. Әр командада көкпар алаңына 3 көкпаршы палуан болады. Бір ойын 3 тайымнан тұрады. Әр тайым 5 минуттан және арасында үзілістері бар. Жекпе-жек кезеңі 2 минут. Құрметті телекөрермендер, жаңа маусымның екінші ойынында бақ сынасатын 2 бірдей университет. Қазақ спорт туризм академиясы, Қазақ ұлттық агралық университеті. Ал енді палуандарға келетін болсақ, Қазақ спорт туризм академиясына қарсылас команда Қазақ ұлттық агралық университетінің палуандары. Бірінші нөмірде Күнтуған Сейдулла, астындағы тұлпары Бақтора. Екінші нөмірде Алихан Қалибаев, 1997 жылы Ақмола облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Жауынгер. Үшінші номерде Данияр Галинуров, 1992 жылы Ақмола облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Сарыөрік. Төртінші номерде Жасулан Жақсыбай, 1998 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Сұңқар. Қазақ спорт туризм академиясы. Бірінші номерде Мәтжан Мейіржан, 1996 жылы Алматы облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Найзағай. Екінші номерде Сариев Дәулет, 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, тұлпары Тұман. Үшінші номерде Сайлау Бегасыл, 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Байшыбар. Төртінші номерде Айбек Болат, 1995 жылы Алматы облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Грант. Қазақ спорт және туризм академиясы және Қазақ ұлттық агралық университеті. Қазақ спорт туризм академиясының жанкүйерлері бар ма екен? Ал енді спорт туризм академиясы жанкүйерлері көп жиналып кетті. 2 бірдей ақ боз ат бір-бірімен қағысып, өзінің палуанынға келтіріп берді. Қараңыздар мінекей, жасыл жидеде 4-ші номердегі Айбек Болат. Айбек Болат. Айбек Болаттың астындағы сәйгүлігі Грант. Әлде болса Айбек Болаттың тақымында. Қадірлі ағайын, Айбек Болат ол белді палуан, тәжірибелі палуан. Студенттер арасында Айбек Болат. Әдемі салысқа әдемі қошемет білдірейік, қадірлі ағайын. Не деген керемет салыс. Айбек Болат, астындағы аты Грант. Автогол ардақты ағайын. Қараңыздар жайтты. Өзінің қазандығына өзі барып салған екен. Ойынды тамашалаймыз, өйткені Қазақ спорт туризм академиясында оңай емес. Қазақ ұлттық агралық университеттерінде палуандар оңай емес. Мәтжан Мейіржан, көз тоярлықтай тірлік жасайтын палуандарға ризасың. Міне ортада 4-ші номерде Айбек Болатпен. Қараңыздар шағайын, тартысты ойын, қыза түсуде Айбек Болат. Грант сүрінбесе
Айбек Болат жығылмаса. Айбек Болатты қараңыздар шағайын, жеке дара барды. Міне өзінің жаңағысын жуып чайды. Есеп 1-1. Айбек Болат 1995 жылы Алматы облысы Қарасай ауданының тумасы. Астындағы тұлпары Грант. Әлде болса ойын жалғасады, қадірлі қараңыздаршы, ойын қыза түсуде. Енді басталған көкпар. Минут өтіп үлгерген жоқ, 2 салым болды. Мәтжан Мейіржаненки, оппа! Артынан келіп пайдаланып кеткен қараңыздар шағайын. Данияр Галинұр өте сәтті пайдалана білді. Жеке жатқан серкені бүркітші шүйіліп келіп суырып алған жайын көрдіңіздер серкені. Бірақ енді өкінішке орай құрама команданың қарсыластары оңай емес. Бір университетте қаншама мың палуан оқса, соның арасында палуанның палуаны Мәтжан Мейіржан басты тақымға. Найзағаймен кетті, найзағай кетті, шаншылып кетті, найзағай! Мәтжан Мейіржан, қадірлі ағайын, найзағай аттың көмегімен. Елінің туын желбіретуге атсалысатын Мәтжан Мейіржанды да таныс болдыңыздар. Енді ардақты ағайын қайтадан ойынға назар аударайық. Анан қара. Көкпар осылай, көкпар оңай емес. Көрдің бе, қағады. Бір-бірін жақтырмайды. Алаңның арасында ешкім бауыр дос емес. Жекпе-жекке назар аударайық ортадағы шеңбердегі жекпе-жек, 3-ші номердегі Данияр Галинұр мен Мәтжан Мейіржан. Болат Айбек. Бұл көкпар қанға сіңген көкпарды тәжірибе арқылы міне Мәтжан Мейіржан Айбек Болатқа берді. Айбек Болат оны өз уақытысында ұстай алмады, оны пайдалана білген. Пайдаланамады. Міне әлде болса 3-ші номердегі Галинұр Даниярдың тақымына кетті. Галинұр Данияр! Міне қорғаушылар өз міндетін атқарып атырған. Бұл жерде Данияр Галинұрдың да қатесі жоқ. Барынша ілді, барынша тақымға басты. Қазандыққа келе жатқанда Айбек Болат қорғаушының қаққанын көрдіңіздер. Уақыт төреші. Басталды, таяқ жерге тасталды. Міне еңкейді, ілді, тастады. Артынан келді, ілді, бастады. Алаңның сыртына шығып кеткен жағдай Айбек Болат. Ортада жекпе-жекке назар аударайық, қадірлі ағайын. 4-ші номерде Айбек Болат пен 1-ші номердегі Күнтуған Сейдулла және Айбек Болаттың ортадағы жекпе-жегі. Күнтуған Сейдулланың астындағы тұлпары Бақтора. Бақ болған Тора. Күнту. Қаз нас деп жатқан міне жанкүйерлер.
Mine ortadagi qaytadan jekpe-jekке kirsek. 2-номердеги Sariyev Dullat, Sariyev Davletildi. Ay Sariyev kirisken жеренде Sariyev kirisken жерде bir жақсы жаңалықтар болып қалуы мүмкін міне. Көрдіңіздер ғана, оң қолмен келіп лақтырғанда ол қазандыққа түсу қиын болады. Ар жақтан шауып келеткенде сол қолмен лақтырса өте ыңғайлы болады. Бірақ енді кей кезде ыңғайсыз жағдайлар аттарды да тудырып жатады. Аттың басына ие болу, серкеге ие болу, өзіңнің намысыңа ие болу оңай емес қой. Міне Айбек Болат соның бір дәлелі. Айбек Болаттың енді тақымына басылған. Міне Айбек Болат жасыл жейдеді. Қазақ спорт және туризм академиясы. Қазақ спорт және туризм академиясы. Іште бір Айбек Болат. 1995 жылы Алматы облысы Қарасай ауданында дүниеге келген. Бір шабысын тоқтатпайтын жануар. Қарқындата түспесе, керісінше. Міне Қазақ ұлттық аграрлық университеттері. Намысқа тырысайық. Сендер енді бүткіл Қазақстан, қазақ ел таниды университетсіңдер ғой. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің жігіттері. Сайлау Бегасы Жанбатырұлы 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданында келген өмірге. Байшыбардың көмегімен астындағы, Байшыбардың түсін қараңыздаршы қандай керемет. Байшыбар десе Байшыбар. Міне ардақты ағайын, қайтадан есеп 4-те 1-ге еселенді. Қазақ спорт туризм академиясы әлі алдыда. Міне алаңның сыртында жекпе-жекке қайтадан назар аударайық. Төрешінің сықырығымен басталды. Мәтжан Мейіржан ардақты ағайын, Қазақ спорт туризм академиясы. Мәтжан Мейіржанның тақымында астындағы тұлпарын Найзағай. Қараңыздар шағайын, аттың шабысы келді міне. Өзінің қазандығын айналды. Бұл да бір ағайын тәжірибе. Өзінің қазандығын айналды. Енді Мәтжан Мейіржанды қараңыздар енді. Қалай қандай жағдайлар болады? Қараңыздар. Мұқият болыңыздар. Қара. Міне өз қазандығын бір айналып алды. Міне қорғаушы 3-номердегі Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуан Данияр Галинұр не істейді екен? Жұлып ала ма? Мүмкіндік бере ма, бермей ма? Ол енді қорғаушыға да байланысты. Астындағы Галинұр Даниярдан тұлпары сары өрік. Галинұр Данияр серкенің сирағына жабысты. Міне Мәтжан Мейіржанды шабуына. Міне шабуына сәтсіздік туғызды қайтадан. Мәтжан Мейіржан қазандыққа қарай асықты. Жоқ, әлде болса Данияр Галинұр Мәтжан Мейіржанды алаңның сыртына шығарып жіберді ағайын. Көрдіңіздер. Жігіттер 15 секунд. 15 секундтарыңыз қалды. Жекпе-жек 15 секунд. Міне 4-номердегі Айбек Болат. Жекпе-жектің хас шебері. Бір жеңіс көрмеген. Жекпе-жектің барлығына жетеуіне де жеңіске жеткен Айбек Болат. Қуанасың ғой осындай жігіттер тегі сөйлеп жатқан кезде үмітіңді ақтаса. Айбек Болат, қошемет, құрмет ардақты ағайын. Астындағы тұлпары Гранттың көмегімен ағайын. Гранттың көмегімен.
Baş жүлде берме Қазақстаным. Бас берме шүйрік тұлпарым. Аха, міне бірік. Командаға біріккен жағдайда ғана жеңіске жете алады. Жалғыз Айбек Болат қаяқтан жетсін жеңіске. Байшұбардың көмегімен кеткен 3-ші номердегі Сайлау Бегасыл Жан Батырұлы. Сайлау Бегасыл оң жақ тақымына басып үлгерді Байшұбардың көмегімен. Мінеке ардақтағы ағайын, астындағы Байшұбар қағып соғып қараңыздар шағайын, ешқандай атты менсінбей бірден қазандыққа алып келді. Бірақ Сайлау Бегасыл қатасын шық. Міне Мәтжан Мейіржан пас сұрап келе жатыр Найзағай мемірге. Сайлау Бегасыл Мәтжан Мейіржанға бере ме? Бермей ме? Берді. Міне берді Мәтжан Мейіржанға. Ona 1-ші номердегі Мәтжан Мейіржан қақпайлап келе жатқан Күнтуған Сейдулла. Күнтуған жіберме. Саба жет. Міне Мәтжан Мейіржанға келді тағы да қарсылас Алихан Қалибаевты да көріп жатырмыз. Алихан атыңнан айналайын. Алихан тар. Міне Мәтжан Мейіржанның енді тақымы тас қойынды. Қанша палуан келіп тартса да Мәтжан Мейіржан кетті найзағаймен. Күнің күркіреп жауын жауса да найзағай соқса да. Аха, қазандықтың да киесі бар, ол жақтың да иесі бар. Міне 4-ші номердегі Мәтжан Мейіржанның қателігін өте дұрыс пайдаланған Жасұлан Жақсыбай. Жасұлан Жақсыбай өзінен өз аутқа шығып кетті мұны. Қазақ спорт туризм академиясы жанкүйерлер өте көп міне. Бір жағынан рух беріп жатыр. Әлде болса 2-ші номер. Кімге 4-ші номерді Айбек Болат қауысты. Айбек Болат Грант. Астындағы тұлпар Грант. Міне ағайын қараңыздаршы. Гранттың екі ұлап ойнап, тоқтап берді. Ой, міне. Айбек Болат тағы да автомат соқты өзіне. Ай, осы Айбек Болат Қазақ ұлттық аграрлық университетінде бұрын соңды оққан аушы емес. Қадырлығы міне Айбек Болатпен 1-ші номердегі Күнтуған Сейдулла. Өткен жол бір мақалды естідім. Жас қойыпты Турусын играет хоккей, хоккейзин играет көкпар деп. Бұл ұлттық ойынды енді шыны керек астындағы тірі жануарға да ие болып оңай емес. Ат үстінде, ер тоқымның үстінде. Күнтуған мен Айбек Болат. Күнтуған басты. Күнтуған бас көрек шағайын. Қазақ спорт және туризм академиясы палуаны ма? Жоқ әлде Қазақ ұлттық аграрлық университет палуаны осы жекпе-жекте жете ма? Екеуі де тақымға басқан сыңайлы. Кімнің тақымы тас, кімнің тақымы мықты? Қай университеттің палуаны жеңіске жетеді екен көрейік. Әлде жекпе-жек ортада екеуі. Міне, Күнтуған Сейдулла барынша басып алған екен. Айбек Болат білектің күшімен ғана жабысып тұр. Күнтуғанның еншісіне бұйырып қалатын сияқты. Неге десеңіздер тақымында Айбек Болат жандай атартты. Әлі де болса білегі серкенің сирағында. Оңайшылықпен жібере бермейтін Айбек Болат жұлып ала ма? Күнтуған тақымынан босатып жібермейтіндей жағдай жасай ала ма? Күнтуған Сейдулланың тақымына бой өрмеген Айбек Болатты көріп бір риза болып қалдық. Енді міне әлде болса 2-ші номердегі Алихан Қалибаев пен Мәтжан Мейіржан. Алихан Қалибаев пен Мәтжан Мейіржан.
Алихан Қалибаев пен Мәтжан Мейіржанның ойыны ары қарай 3-ші номердегі Байшыбармен жалғасты. Байшыбар Сайлау Бегасыл. Сайлау Бегасыл 8 секунд қалды. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте тамаша міне ағай. Көрдіңіздер, ақиқатында дәл сағаттың тіліндей деп санап бердім. Қадырлағайын, осымен екінші ойын өз мәресіне жетті. Есеп 6-0. Қазақ спорт және туризм академиясы. Құрметті теле көрермендер, бүгінгі ойын өте ерекше болды деп ойлаймын. Қазақ спорт туризм академиясы Қазақ ұлттық аграрлық университетін 6-0 есебімен айқын басымдылықпен басып озды. Десек те, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуандары келесі ойында шеберліктерін баршамызға паш етеді деген ойдамын. Назарларыңызға ұсынылған статистикада әр палуанның белсенділігі айқын көрініп тұр. Сіздермен бірге болғанмен Елдос Үмбетәлі. Келесі ойында Сетанта Қазақстан телеарнасында жолыққанша сау саламатта болыңыздар.